Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, ерекше дәмді болып шығатын, өте жұмсақ болып шығатын булочки дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен жылы сүтімізге дрожжымызды салып, мен әрдайым осындай кішкентай дрожжды қолданамын, жақсы көтерілуі үшін. Одан кейін қажет мөлшердегі қантымызды үстіне салып, жақсылап араластырып, бетін жауып жылы жерге алып қоямыз, апарасы көтерілгенше дейін. Ал оған дейін достар, рецептке лайк басып тіркеліп қойыңыз. Мінекей біздің апарамыз өте жақсы болып көтерілді, көпіршіктеніп, үстіне енді жылы жұмыртқамыздың біреуін салып, одан кейін сұйық майымызды қойып, және бөлме температурасында жібіген сары майымызды салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Қажет мөлшердің барлығы астыда описанияда жазылатын болады. Жақсылап араластырамыз. Қантты өзіңіздің қалауыңызша көптеуде немесе аздау салсаңыз да болады. Мен 100 граммдай салдым. Негізі рецептте 120 грамм салуымыз қажет. Үстіне қажет мөлшерде ұнымызды салатын боламыз. Ұнның консистенциясына байланысты әртүрлі кетеді. Сондықтан шетінен салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Менде шамамен 500 грамм ұным кетті. Жақсылап араластырамыз, жақсылап иін қандыратын боламыз. Соңынан шемішкі майымызды құйып, тағы да бір басып қойып, бетін жауып жылы жерге алып қоямыз. Мінекей біздің тестамыз өте жақсы болып көтерілді, көріп тұрғандарыңыздай. Енді барлығын бірдей бөліктерге домалатып бөліп алып қоямыз. Весиіңіз болса, весимен бөлген жақсы, немесе көз мөлшерімен бөлсеңіздер де болады. Және де шетінен барлығын осылай жайып алып, шоколад пастасын немесе нутелланы қолдансаңыздар болады. Дәл видеодағыдай етіп орап, ортасынан кесіп, өріп шығатын боламыз. Өте әдемі болып шығатын болады. Қазір көтеріліп піскеннен кейін дәл осылай булочкаңызды буып түйсеңіздер, ерекше әдемі болып шығатын болады. Дәл осылай түйіп шығамыз. Мінекей біздің булочкаларымыз дайын болды. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Үстіне жұмыртқаның сарысына сүтті араластырып жағамыз. Мінекей ерекше дәмді булочкаларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Назарларыңызға рахмет. Келесі рецепттерде кездескенше.